Баршаңызға да ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін бізде Volkswagen Jetta деген автокөлік. Бұл көлікте иесі 4 катушкасын ауыстырған, 4 форсункасын тазалаған, барлығын тап-таза. Және де химиялық тазартуда жасаған, водородный очистка дейді ғой. Сондайда жасаған. Бірақ ешқандай ештеңе көмектеспеген. Сондықтан біз мотор тестермен қарап, тексерген кезде бірнеше проблемаларды анықтадық. Ол проблема жасалатын болып жатыр. Көліктің иесі біздің сервиске келіп жөнделіп жасататын болды. Біріншіден, химиялық тазартудың пайдасы бар ма водородный очисткіден? Мен сіздерге қазір көліктің қозғалтқышының поршневойын көрсетемін. Пайда бар ма, жоқ па, оны ажағын өздерің шешесіңдер. Мен оны ешқандай жамандағаным немесе қаралап жатқаным жоқ. Клиент 1 сағат водородный очистканы тазалап көрген, сосын қара түтін шықты дейді, глушительден мусорлар шықты дейді. Енді оны әркім өзі біледі. Мен оны біріншіден ешкімді жамандап жатқан жоқпын. Тек қана химиялық тазарту немесе водородный очисткіден пайда бар ма, әлде жоқ па, соны мен сіздерге көрсеткім келіп отыр. Қазір біз қозғалтқышты ашып, тазалап, блок цилиндрін тазаладық. Оны блок цилиндрді мен сіздерге көрсетіп жатарым. Біріншіден бізге ең қызығы химиялық тазартудан проблема кетті ме? Мінекей, цилиндрлердің іші қап-қара, қалай май болды, сондай май болып тұр. Енді аржағын өздеріңіз шешесіңіздер. Химиялық тазарту пайдасы бар ма, ішін тазалай ма, немесе тазаламай ма деп. Осындай міне поршневой цилиндр жағдайы осындай болып тұр. Бұл жерде цилиндр компрессиясы барлық жақсы. Себебі мен мотор тестермен тексерген кезде поршневойлары 4 ЦПГ дейді, вот цилиндра поршневая группа 4 цилиндрде барлық жасатқан. Оның алдында міне форсункасын тазалаған, ешқандай результат болып шықпаған. Сонымен көлікте қазір блок цилиндрді көрсетейін. Блок цилиндрді біз қолымызға алдық. Блок цилиндр дәл осындай болады. Қазір біз прошивкамен EGR клапанын сөндіреміз компьютермен. Мына EGR клапан көрдіңіз ғой қандай болатын? Қазір мен блокты ауыстырайын. EGR клапан қандай қызметті атқарады, мен сіздерге қазір азғандай айта кетемін. Мынау EGR бізде. EGR-ді көрдіңіз ғой, клапан қайда баратқан? Прошивкамен қандай жерді сөндіреміз. EGR деген бізде дәл осы жерге барады міне. Осы жерден жанған ауаны сорып, қайта өңдеп, мына жерде шлангілері бар, қайта өңдеп, затқа барады, инжекторге барады. Осындай проблема міне көлікте. Ал енді клапандарын көрсете кетейін сіздерге. Клапандар қандай, результат қандай болған, не болғанын сіздерге көрсетейін. Мінекей водородный очистка клапанның жағдайы. Мынау 4-ші цилиндр. Мынау 3-ші цилиндр. Мынау 2-ші цилиндр. Көріп тұрғаныңызда қандай нагар. Мынау барлығы кір. Мынау 1-ші цилиндр. Достар, осылай міне біздің Jetta Volkswagen техникалық шолу қозғалтқышқа аяқталды. Көлікті бүгін бұйырса бітіріп, бұйырса аттандырып шығамыз. Барлығыңызға рахмет. Өстіп лайк басып, каналымызға жазылып, алдағы көретін видеоларымыз көп. Себебі шолу көп бізде. Қазақша контентті көтерейік. Клубта қазақша контент жоқ екен көп. Қозғалтқышқа қарай орысша барлығы өсіп міне сіздерге көрсетіп жатқаным неден не екен. Барлығыңызға рахмет, сәттілік, сау саламатта кездесек ағайындар. Мынау біздің Үсен брат.
Қазір фокус алып алайын. Алынбай тұр фокус. Давай. Ой, алынбай тұр. Фокус, алынбай тұр. Давай, все хорошо.